Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы мойын ауруы. Мойын ауруының пайда болу себептері мен оны емдеу жолдары. Мойын ауырғанда қандай әрекеттер жасауға болмайды? Осы және өзге де сұрақтарға видео барысында жауап беретін боламыз. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Компьютер алдында ұзақ жұмыс істегенде немесе көп уақыт қолайсыз отырғанда, жазу жазғанда мойнымыз бен иығымыздың ауыратыны бар. Әрине, ол бізге жағымсыз әсер туғызады. Егер мойныңыздың ауырғаны 3 күн ішінде басылмаса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Себебі ол мойын остеохондрозына ұласып кетуі мүмкін. Остеохондроз жайында толық ақпарат білгіңіз келсе, видеоның астына сілтеме қалдырамын. Остеохондроз дегеніміз не, оның шығу себептері және алдын алу жолдары туралы айтылған. Ал мойын остеохондрозы асқынып кетсе, адам мүгедекке шалдығуы мүмкін. Сол себепті оны уақытылы анықтап, нерв талшықтарының қажалуын тоқтату керек. Халық арасында мойын остеохондрозы кезінде миға оттегі жетпей қалуы мүмкін деген түсінік бар. Алайда ол қате пікір, себебі оттегі жетпей қалу мәселесі қан айналым жүйесіне ғана байланысты болады, немесе бұлшықет жиырылуынан да болуы мүмкін. Сол себепті мойныңыз ауырса, бірінші невропатологқа бару керек. Арнайы мамандар остеохондроздың бірнеше деңгейі бар екенін айтады. Мәселен, ол енді басталып келе жатуы мүмкін, немесе қауіпті болуы, асқынып кетуі де мүмкін. Сондықтан үй жағдайында оның қай деңгейде екенін анықтай алмайсыз. Мойын омыртқасында 7 омыртқа орналасқан, ол бас бөлігін көтеріп тұрады. Мойын өзінің құрылымына сәйкес орталық ми мен перифериялық арқа арасындағы аймақтардың қызметін атқарады. Мойын бөлігіндегі аурулар: бас ауруы, құлақтағы шу, бастың айналуы, күйзеліске түсу, қан тамырларының дистония ауруы, тағы да көптеген басқа сырқаттар омыртқаның мойын бөлігімен тығыз байланыста болады. Мойын ауырғанда қандай әрекеттерді жасауға болмайды? Бірінші, мойын қатты ауырғанда гимнастикалық жаттығулар жасамаңыз. Дене шынықтыру денсаулыққа пайдалы болғанмен ауру кезінде кері әсерін беруі мүмкін. Екінші, мойын ауырып тұрғанда қатырлатудың қажеті жоқ. Бұл жағдайды ушықтырып жібереді. Үшіншіден, сонымен қатар мойын омыртқасын түзету үшін жақындарыңыздың көмегіне жүгінбеңіз. Омыртқада жұлынның шырышты қабаты орналасқан, сондықтан мойынға жасалған кез келген әрекет байыппен жаймен жасалуы керек. Төртіншіден, мойын тұсындағы ауырсыну кезінде монша, сауна қабылдауға болмайды. Егер мойныңызға суық тиіп асқынса, монша алғашында ауру белгілерін жеңілдетуі мүмкін. Алайда ауру қайта айналып келсе, оны емдеу ұзақ уақытқа созылады. Бесіншіден, дәрігер мойын ауруы кезінде ішпен емес, дұрысы арқаңызбен немесе ортопедиялық ыңғайлы жастықта қырына жатуға кеңес береді. Алтыншы кеңес: егер алыс сапарға шығатын болсаңыз, өзіңізбен бірге үрлемелі немесе таға секілді жастық алғаныңыз дұрыс. Ол мойныңызды ұстап тұруға көмектеседі және ұйықтап кеткен жағдайда басыңыздың бір жаққа қисайып кетуінен қорғайды. Есіңізде болсын, ауру кезінде ыстығыңыз көтеріліп немесе басқа да жағымсыз әсерлер байқалмаса, өзіңізді емдей аласыз. Ең бірінші, бұлшық ет пен буындардағы қан айналымын жақсарту қажет. Ол үшін кез келген денені қыздыруға арналған жақпамай көмекке келеді. Яғни ауруды алдын алу үшін мойынды мұқият қыздырып алу керек. Сонымен қатар ауру белгілерін жеңілдетуде кез келген спиртті немесе электронды қыздыру компресстерінде жақсы көмектеседі. Дәрілік құралдарға қарағанда осы айтылғандар қатты ауырсынуды басады. Қосымша түрлі емдік жаттығуларды жасауға болады. Мәселен, суда жүзу, турникке тартылу, таза ауада көп серуендеу, дұрыс тамақтану, ағзаға Д дәруменің жеткілікті болуы мойын омыртқасының саулығы үшін өте қажет. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жасай кетуді ұмытпаңыздар.